Бұл жаста болған. 2019 жылғы болды. 2019-да 40-тамын сонда. Дзюдо күресін жаңадан бастап жүрген кезіңіз. Дзюдодан енді бастадым. Сол кезде анау алдында ойлайтын, ана бір жолдастардың или бір қонаққа бір жерге барсам, анау сөреде медальдар ілініп тұрады көп. Иә. Біздің үйде онда бірде-бір медаль жоқ. Соның өзім ұялатын, осы қызығатын бір жағынан. Сізге сол көрген медальдардың бәрі мотивация болды. Сіз содан кейін осы жоқ, мотивация болған жоқ ол кезде. Просто өзімде ойлайтын, бірақ қысылатын, менде бір медаль жоқ. Үйде 40-тамын. Сол енді. Бірақ сіз еңбектендіңіз ғой. Сол еңбектің арқасында алдыңыз ғой бәрін. бір себептермен дзюдоны бастадым, дзюдоны үйрендім. Сонда сол ең бірінші өмірімде алмаған медальді осы 40 жасымда алдым ғой, міне екінші орын бір. Керемет. Сөйтіп енді міне биыл 2025 жылы міне. Мына медальдардың бәрі биыл алған медальдар 2025-те. Иә, 2025-те. Міне мысалы әр медаль мысалға мына жерде